Сәлеметсіңдер ме? Сабақтың тақырыбы құстар мен балықтар. Сабақта сен сөздер мен суреттерді сәйкестендіруді, сөйлемдерді толықтырып айтуды үйренесің. Жаңа сөздер: ұшады, жүзеді, жүрмейді, бақа. Оқушылар, осы сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Қайталаймын: ұшады, жүзеді, жүрмейді, бақа. Олай болса, келесі тапсырма бірінші тапсырма. Тыңдалым. 9-шы сабақ. Құстар мен балықтар. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Пингвин теңізде тіршілік ететін құс. Ол қара ала түсті болады. Пингвин балық жейді. Теңіз суын ішеді. Пингвин қанаты болса да ұша алмайды. Үнемі тұрып жүреді. Жақсы балалар, біз мәтінді тыңдадық. Енді сұрақтарға жауап берейік. Пингвин қандай құс? Кәне ойланайықшы. Балалар, сұраққа жауап берейік. Пингвин қанаты болса да ұша алмайтын құс. Ол қайда тіршілік етеді? Әрине, теңізде тіршілік етеді. Түсі қандай? Қара ала түсті болады. Пингвин не жейді? Не ішеді? Пингвин балық жейді және мұхит суын ішеді. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып оқы. Балық пен құс ұқсай ма? Яғни, керек сөздерді бос орынға қойып оқу қажет болады. Құстың аяғы бар, балықтың аяғы жоқ. Құстың қанаты бар, балықтың қанаты бар. Құс ұшады, құс жерде жүреді. Балық жүрмейді. Ал енді оқушылар, өзіміз оқып көрейік. Келесі үшінші тапсырма. Сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Сөйлемдер құрап айт. Олай болса, тапсырманы орындаймыз. Секрет. Бақа. Жүрмейді. Теңіз. Тіршілік етеді. Жүзеді. Ұшады. Секрет. Жүрмейді. Теңіз. Жүзеді.
Үй тапсырмасы 4-ші тапсырма 79-ші бет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.